Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз батырлар туралы әңгіме дүкен құрмақпыз. Олардың кім екенін білесіңдер ме? Дұрыс, олар қорғаушылар, жауынгерлер, мемлекеттің тірегі. Ғасырлар бойы қазақ батырларының жауынгерлік ерлігі жырланып келеді. Батырлардың өз мәдениеті, салт дәстүрі, наным сенімі болған деседі. Батыр деген сөзді естігенде көз алдыңа өте күшті, ер жүрек, әрі адам елестейтіні сөзсіз. Бірақ біз ертегіде сендердің қиялдарыңдағы образға мүлдем қарама-қарсы бір кейіпкер бар. Оның аты Қорқақ Батыр. 1989 жылы қазақ режиссерлері Әбілқасымов пен Жүнісов Қорқақ Батыр туралы мультфильм түсірді. Картинаның суретшілері Қайсанов пен Жапаров. Мультфильм қазақ халқының кедей батыр туралы ертегісі негізінде түсірілген. Бір күні бір ауылда сұмдық оқиғалар орын ала бастайды. Ауыл маңын адам жегіш қасқыр мен айдаһар торуылдап, одан қалды жау әскері соғыс бастауға шешім қабылдайды. Осының бәрінен ханның сарбаздары қатты қорқып, бір кедей жігітті ұстап алады да, оны ханның алдына апарып құдіретті батыр ретінде таныстырмақ болады. Батырға хан ең алдымен адам жегіш қасқырды ұстап әкел деп бұйырады. Сонда ол жігітке ең сұлу қызды әйел қылып әперуге уәде береді. У меня слишком много врагов развелось. Вот недавно, например, в моем лесу появился огромный волк. Людоед, между прочим. Тебе надо сразиться с ним. Мне? Одному? Мои воины поддержат тебя на поле боя и морально, и... А если он меня слопает? Ну, значит, ему повезло. Но если победишь ты, мы женим тебя на любой красавице из нашего дворца. Қорқақ Батыр ханның сарбаздарымен бірге адам жегіш қасқырды іздеуге аттанады. Владение людоеда. Добро пожаловать. Жди его здесь, а мы будем поддерживать тебя морально. Куда вы? Подождите! Мы так не договаривались! Батыр ғана емес, сарбаздар да қатты қорқады. Смотрите! Наш богатырь и вправду поймал этого людоеда! Поможем ему! Қорқақ Батыр анимациясы кейіпкерлер қозғалысының әсерін беретін көптеген сызбалар арқылы жасалған. Әр кадрды суретшілер қолмен салыпты. Мұндай әдіс мультфильм жасаудың ең көне әдіс екенін айту керек. Бұрын аниматорларға 10 минуттық бейне ролик жасау үшін 1 жыл қажет болатын. Бүгінгі күні әрине мұндай анимация компьютерде жасалады. Батырымызға оралайық. Оның келесі тапсырмасы айдаһармен күресу болатын. Бұл жолы да оның қорқақтығының пайдасы тиеді. Смотрите! Он его убил! Бірақ жау әскерімен шайқаста батырға ханның кәрі жылқысы көмектеседі. Оны алыстан көрген жау қорқып, жан-жаққа қаша жөнеледі. Осылайша қорқақтығының арқасында Қорқақ Батыр барлық сынақтан өтіп ханның қызына үйленеді. Батырдың өмірі әп-сәтте өзгергені таң қалдырады. Ханның сарбаздары ұстап алмағанда, ол өмірінің соңына дейін қорқақ болып өтереді. Анимациялық фильмді Қазақфильм киностудиясы түсірген.
Балалар, қазақ анимациясының атасы кім екенін білесіңдер ме? Ол аниматор, режиссер Әмен Әбжанұлы Хайдаров. Сол кісінің арқасында 1967 жылдан бастап Қазақстанда анимациялық фильмдер түсіріле бастады. 80-ші жылдардың ортасына қарай Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы жыл сайын 5 мультфильм шығарып отырды. Бұл туралы алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Бүгінде қазақстандық анимация қарқын алып, қысқа метражды фильмдер ғана емес, балаларға арналған көп сериялы тарихи танымдық анимациялық фильмдерде түсірілуде. Осымен сабағымыз аяқталды. Енді 3 сұраққа жауап берулеріңді сұраймын. Бірінші сұрақ: Қорқақ батыр мультфильмі қай жылы шықты? Екінші сұрақ: мультфильмнің режиссерлерін атаңдар. Үшінші сұрақ: Қазақстанда анимациялық фильмдер қай жылдан бастап шығарыла бастады?